Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда ауа райларды алғашқыларға тарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және байтын сетемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Синоптиктердің мәліметінше, республиканың басым бөлігінде жауын-шашынсыз жылы көктемгі ауа райы сақталады. Бұл туралы қазақтудей.инфо ақпараттық порталы хабарлайды. Тек батыс өңірлерде және оңтүстік облыстардың таулы аумақтарындағы атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты найзағайлы жаңбыр жауады. Батыста кей уақыттарда нөсер жаңбыр күтіледі. Сондай-ақ желдің жылдамдығы 15-20 метр секундқа дейін күшейеді. Түнгі және таңғы уақыттарда республика бойынша тұман түсуі мүмкін. Күндіз ауа температурасы солтүстік батыста +17 +26, солтүстікте +13 +20, орталықта +12 +23, шығыста +5 +22 градусқа дейін. Оңтүстік және оңтүстік шығыста 23-32 градусқа дейін, батыста 20-25-тен 13 +20 градусқа дейін төмендейді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.